бамбук ағаштарының ішінде жалғыз өзіңіз отырсыз. Жаныңыздан өзен боп көпіршіп пиво ағып жатыр. Ішіндегі балықтар уже копченый боп ағып жүр. Жанында сап-сары шөп сияқты жайқалып чечіл өсіп тұр. Қалай керемет па? Бір кезде сізге қарай мынандай көзінің үсті ғана көрініп, бегамот сияқты Марат Достаев кеп жатыр. Сөйтті да өзеннен шығып, чечілдің арасына кірді. Арқасы көрініп тұрады, сиырлар ұқсап. Сөйтіп бізге сізге келді. Елестетіп жатсыз ғой, бүйтіп бегамот сияқты ғой енді. Аузын ашты сізге. Астыңғы екі ақтыс болады ғой. Сол екеуінің орнында рюмка тұр. Ана, қандай аты? Григус қоясың ба? Мұздай григус деп. Мен алып берейін сізге. Ұстаңыз. Тамаша, енді екінші григус. Енді бүйтейік. Екінші григусты әр уақытта көттейік. Дәнекер аға, мінекей. Бола ма? Әдем. Енді кімге не?